Тоқта, сен өзі ит тас сүйғандай мұның не? Қабағың бір ашылмайтын болды ғой. Ту апа, қойыңызша, алдыңызға берген тамақты ішіп отырыңызшы қойшы. Саған осы не керек? Өткендегі істеген қылығың анау. Үндемеген сайын басқа шығып барасың ғой өзің. Апа, тілімді қышта бермей, тыныш отырыңыз, алдыңызға берген кесемен, алдыңызға берген нанды жеп, тыныш отырыңыз. Маған керек емес сіздің еркелігіңіз. Ой-ау, сен өзің не? Қалай сөйлейсің? Не керек сізге? Осы жағдайдан басқа қандай жағдай керек сізге? Мына нан мен, мына шайды ішіп, алдыңызға берген асты отырыңыз. Кім береді мұндай шайды сізге? Ой, арсыз! Арсыз? Арсыз, кім арсыз? Ішіп алыңның шайыңды. Мен ішіп. Апаң маған үстіме шайды шашып жіберді. Ыстық шайды үстіме құйып жіберді. Не болды Бақырбек? Не керек саған өзіңе? Менің шешеме тіл-тіліне естің. Сен маған айқайлама, есімде болсын. Шама өзіңді. Осы үйде кімдің арқасы? Жоғал. Сөйлеме маған. Жоғал. Апа, айтыңызшы, не болды? Осы уақытқа дейін бәріне төзіп келдім. Лаура соңғы кездері мінезі өзгеріп, мінез көрсететінді шығарды. Апа, бәрі орнына келтірем, апа. Тек мен де түсініңізші. Балам, мен үшін, Апа, мен үшін Лаура екеуінің араларын суығанын қаламаймын. апа, Мен жыламаңыз. қанша өмір қалды дейсің. Жыламаңыз. Осы құлыным-ау, сенің жағдайың не болады? Ойлаймын ба? Апа, жыламаңыз. Жарайды, болды. Апа, жыламаңыз. Мен түсіндіріп айтам бәрін. Ермек пен Лаура бас қосқалы 2 жыл болған. Қалада ұзақ жылдар бойы анасы екеуі пәтерден пәтерге көшіп жүріп, Лаураның әкесі алып берген пәтерге көшіп кірген еді. Отбасында барлығы бір қалыпты сияқты көрінгенмен, жүрекке батар талай сыр бар еді. Кетіп бара жатсың ба? Иә. Мен бүгін келмеймін үйге, әкемдер ішкіне қонамын. Түсінбедім, не дегеніңіз? Бүгін әкемнің үйіне қонамын, келмеймін дейді. Лаура, менің апамның бір сөзіне бола келмейін деп тұрсың сонда? Сенің апаң, апаң, шаршатты менің сенің апаң. Не? Айқайлама. Менің анам саған не істетсінші? Не істемеді сенің анаң маған? Айқайлама. Айқайлаймын. Не керек саған? Айқайлама дедім. Не керексің саған? Аузыңды жап. Жаппайын демен саған. Ұрма мені. Мен саған көрсетемін мен саған. Сөйлеме. Соңыңа дейін жетемін сен, түбіңе жетемін сені. Көресің осыдан менен. Бейшара. О, жаратқан ем, не жазығым бар еді. Жалғыз ұлымды екі оттың арасына тастағандай болдым-ау. Шыдар едім, ой. Бірақ келіннің кесір мінезі мені әбден қажытты ғой. Кетіп қалайын десем, қайда барам? Кімім бар? Енді не болмақ? Әйелді ұрған әрине дұрыс емес. Бірақ не істеймін енді? Менің де амалым қалмады. Бір жағы өзімді өзім ұстай алмадым. Кешегі айғайдан кейін Лаура төркініне кетіп қалды. Ермек те әрі-сәрі күй кешіп, не анасын, не әйелін жақтарын білмей дал болды. Бірақ Лаураның анасына көрсеткен қорлығының біреуін де Ермек сезбей келген. Анасы оны ұлынан жасыратты. Апа? Ой. Ойланып кетіпсіз ғой? Не ойлансыз? Қарғамсың. Терезеге қарап, ойланып тұрмын. Балам-ау. Апа.
Сен ана Лаураға барып келсеңші. Апа, сол Лаураны көргім де келмейді, барғым да келмейді. Кетсін Аллах. Адам баласын басында не өтпейді қарғамау. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Басың жас, болашағың алдыңда. Оның үстіне мына пәтерде... Апа, болды, ары қарай керек емес. Үй бүйт айтпай қойыңыз, болды. Жарайды. Ермек ұзақ ойланып, ақыры Лаурадан кешірім сұрамақ болып шешті. Лаураны сүйетіні рас. Қайнатасы әперген пәтерде тұрып жатқан қанша намыс санаса да, одан басқа шығар жол жоқ. Отбасындағы кикілжіңді шешпек ниетпен оңаша отырып сөйлеспек болды. Лаура, білем, мен кеше артық көптім. Тек сен ренжіме, жарай ма? Өзіңді менің орныма қойып көрші. Сен де солай жасар едің. Сен де солай анамды қорғайтын едің. Білесің, ана барлығымызға жақын. Тек менің айтарым, болашақ біздікі. Болмайтын нәрсеге осылай ренжіп жүре береміз ба? Береке жоқ. Ал мен бұдан шаршадым. Шыны керек. Түсінем, мен барлығын түсінемін. Бірақ мен айтпаған нәрселерім өте көп. Егер оның бәрін айтатын болсам, сен апаңа тағы ренжесің. Ол мен білмейтіндей, менен жасыратындай, ренжитіндей не ол, а? Айтшы, не ол? Ой, көп қой ол. Айта берсем өте көп. Оның бәрін айтпай қояйықшы осы жерде. Отырсын тегі. Ең болмаса тамағыңды ақтап, мына жерді жуып, сүртіп отырсаң қайтеді? Қарағым-ау, жай айтсаң да болады ғой. Енді қартайып, қаусап жатқан адам емеспін. Әрине істеймін айтқаныңды. Оған ашуланбай-ақ. Жарайды. Құдай-ай, осындай үйрету керек пе? Міне, бұл тряпканы аласың алдымен, сосын барып былай сығасың, жуасың, содан кейін барып жуады. Анаңнан айналайын. Сен де мен де анадан туған шығарсың. Ана, сен менің анамдай емессің. Менің адам алтын адам, өзің салыстырма менің адаммен. Рахмет. Ермек, біз екеуміз ашық сөйлесеміз деп келістік қой. Олай болса, бар сырымды, бар болған жағдайды мен саған осы жолы айтамын. Өткен жол апаң еден жуып жүріп, кір-кір, лай-лай тряпканы алды да бетіме былш еткізді. Одан қалды өзің көрдің, шай ішіп отқан жерден ыстық шайды келіп бетіме шашып жіберді. Бетім күйіп қалса қайтер едің сол кезде? Ол дейсің қайта ыстық болмады шай. Рас айтып тұрсың ба сен? Менің апам олай жасау мүмкін емес, ойға сыймайтын нәрсе. Апам, қашанғы апаң сенің? Лаура. Біз осы кім үшін үйлендік, айтшы? Лаура, айқайлама. Кім үшін үйлендік? Апаң үшін бе? Лаура, біз қоғамдық. Апаң үшін үйлендік пе дейді? Лаура, мен анама барлығын түсіндіріп айтамын. Бәрі орнына келейік, жарай ма? Түсінші, болды. Сен маған уәде бер. Апаң маған келіп тиісуін доғарсын. Уәде бердім. Уәде. Арада уақыт зымырап өтіп жатты. Отбасындағы береке қайта орнағандай болып,
Лаураның көзқарасы өзгерген тәрізді болған. Анасымен шай үстінде жылы сөйлесіп, сыйласып отырғандарына Ермек іші жылып, алаңсыз болды. Бірақ Лаураның жоспары мүлдем басқа екен Ермек әлі сезген жоқ. Күләш апа қанша көңілсіз болса да, Ермектің алдында жадыраған кейіп танытып жүр. Апа, сіз сыртқа шығып таза ауа жұтып қайтыңызшы. Неге? Менің дос қызым келем деген еді, екеуміз отырып шай ішіп, әңгіме айтайық. Жарайды қарағым, жарайды. Шаршап кеттім. Бәрінен шаршадым. Үйден мені қуғандай болып шығарып тастады. Әлде бөгде еркекпен әуейі болып жүрмекен. Әй, сорлы балам ай, осы кесірге қайдан ғана тап болдың екен. Не болып кетті бұл өзі? Ассалаумағалейкум аға. Ермек, қалай? әлкім сылым, кел, қалай жағдай? Жақсы мын сен. Сен іздеп отыр едім, жақсы бол, жақсы кел. Қайсар екеуің Талдықорғанға жүрсіңдер. Шопырлардың бәрі бос емес, сендер барып қайтыңдар, басшылық жасап. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Жарайды. Аха, жоқ. Жақсы. Жақсы. Ермек жұмыстан үйіне келгенде сыртта отырған анасымен тілдескен еді. Күләш апаның біраз уақыт сыртта жүргені түрінен байқалып тұр. Үйге Лаураның бір қонақ келмекші болғанын, сыртта сәл жүре тұрыңыз деген Күләш апа Ермекке айтады. Ермек бірде заланса, бірде күдіктеніп, анасын ертіп үйге асығыс кіріп кетті. Отырыңыз. Лаура! О, апа, келдіңіздер ме? Отыр, кім келді үйге? Кім келді үйге деймін? Кім келген емес. Онда не апам далада жүр, а? Қалай апам далада жүр? Апам өзі таза ауа жұтып қайтамын деді, далаға шығамын деді. Лаура, далаға шыға тұршы құрғың келеді деген жоқсың өзің. Апа, оныңыз не? Қашан сіз далаға шығарып жібердім мен? Өзіңіз емес пе, таза ауа жұтып қайтамын. Лаура, мойында. Үйге кім келді деймін саған, а? Қалай мойында? Тұрсын ғой үйде, жоқ үйде ешкім. Қызықсың сен өзі. Әлде біреуің бар ма? Біреуі не? Мүмкін біреуің бар шығар сенің, а? Біреуі не? Сенен басқа кімім бар менің? Оңбаған, мойында дейді. Кім келді үйге? Ешкім келген жоқ үйде. Үнем осы апаң шақыстырата отырады екеумізді. Үнем осы апаң үшін ұрсамыз, үнем осы апаң сенің. Кім жаман, Лаура жаман, үнемі сол. Осы үйдің отымен кіріп күннен шығам, сонда да мен жаман, сонда да мен жаманмын. Неге менен көре бересің? Апа, сізде қызықсыз бар ғой? Алжығансыз ба? Миыңыз ашыған ба? Тыныш отырмайсыз ба? Қандай қонақ үйде? Қонақта ешкім жоқ. Не ұнамайды сізге? Кім ұнамайды? Қаласаңыз, ажырасай ғой. Ермек, сен айтып тұрсың. О, Құдай, кәрпегенде көргенім осы ма? О, Құдай, не істеймін? Апа, қысқасы, менің әйелім Лаураға тіл тигізбеңіз. Отырыңыз тыныш үйде. Ермек, сен ақымақсың, ақымақсың. Апа! Сені балам деп жүрген не иттің басы? Мені тыңдаңыз, қартайғанда алжыған адам жек көрем мен. Менің бақытыма. Мына балта шапқан сіз бар ғой, сіз. Сіз болмағанда мен осындай болмас едім. Ай, жақпысың өтіргенім осы. Мен өтірік айтқан жоқпын.
Құдай, не істеймін мен, не істеймін? Үйдегі ұрыс-керіс күн сайын ушыға түсті. Лаура Ермекке анасын жамандап, енді бірге тұра алмайтынын айтып, өзінің әр уақытта ақ екенін дәлелдеумен болды. Көп жағдайды Ермек әлі білмейді. Үйде бір ұрыс туындаса, анасын айғайлап, Лаураны жақтап шыға келетін болған. Енді не істедім? Мүсәпір пендеге айналдым. Қаңғырып кетсем екен. Жаным, алтыным, қалайсың? Жағдайым жақсы ма? Ешерім алып тұрған жоқ. Сен білесің, мен барлық құжаттарды дайындап қойдым. Енді тек сенің келісімің мен қолың ғана керек. Лаура, осының дұрыс па? Әрине дұрыс. Мен сені осылай айтарыңды білген едім. Несі дұрыс емес біздің? Ол жақта өзімен қатар апалар болады, жақсы адамдар бар дегендей. Қызықсың. Дос бар, дұшпан бар. Ертең күлмей ма маған? Намыс қайда? Деп айтпай ма? Қандай дос, қандай дұшпан? Сенде менен басқа кімің бар өзі, айтшы маған. Ештеңе етпейді. Аптасына бір рет барып тұрасың. Онда тұрған не бар екен? Екеуміз аяғымыздан тұрып алайық. Сенің де жұмысың бар, менің де жұмысым бар. Ойланшы. Сен де мені түсінші, сенің де анаң бар ғой. Лаура, білмеймін. Дәл осылай болады деп ойладым ба? Менің жігіттік намысым жоғалған екен. Әйелімнің сөзіне еріп, анамды қарттар үйіне тапсырғалы тұрмын. Бірақ оның да өз себебі бар. Менің мойнымдағы миллиондаған қарыздарды Лаура жауап бергені рас. Әйтпесе зынданда отырар ма едім? Ал Лаураның сөзінен бас тартсам, ол өз есебін дайындап қойған. Апатай, кешірші мені. Ермек, қайда бара жатқаныңды жақсы біліп отырмын. Сен үшін бәріне де көнем. Көлікті тоқтат. Апа. Аш қалсында. Айтпа ештеңе. Жібер мені. Тоқтат көлікті. Кері қайт. Сен апаратын жерге өз аяғыммен барам. Апа, мен Лаураға шемсіз байлаған адам. Мен не істеймін, басқа амалым жоқ. Ол өз шаруаң. Сені осы уақытқа дейін жеткіздім. Енді саған өкпем жоқ. Өзің бақытты болсаң болды. Кері қайт. Кері қайт дедім мен саған. Тоқтат! Апа! Болды. Бара бер үйіңе. Апа! Отырыңызшы бер! Тас бауыр болуға оны кім итермеледі? Басындағы қарызынан құтылу үшін Лаураның арбауына түскен ынжық жігіттің енді түгі қалмағандай өзін қорсанап, өкіріп жылағысы келді. Қомақты қаржыға қарызданған, оның сотталудан қорқып, Лаураның ақшасымен құтылғанын анасы да білмейді.
Бірақ бұл ананы тастап кетуге себеп пе? Жүрегі қан жылады. Апа? Апа, не жылап отырсыз? Аман ба екен? Амансың, Шай өзіңіз. әшейін өзім. Қарағым, рахмет айналайын. Не қылып отырсыз? Не жылап отырсыз ғой сіз? Шай Бір өзім. жағдай болған ғой. Иә. Жүріңіз, қайда баратын едіңіз ба? Рахмет, Жүріңіз, рахмет. мәшінеге отырыңыз. Жолыңнан қалмай айналайын. Не жылап отырсыз? Рахмет. Жүріңіз. Қарағым бара бер. Жүріңіз. Жүріңіз, мәшінеге отырыңыз. Сөйлесейік сол жол бойы. Ой, Не құдайым. жылап отырсыз? Жүріңіз, отырыңыз. Күләш апаның жағдайын түсінген Арыстан оны аяп кетті. Осы жасқа келген абыз ананы, аямаған тасбауыр баласын айыптаған. Алайда Күләш апа өз ұлы туралы Арыстанға айтқан жоқ. Жүріңіз, апа. Кіріңіз, мына біздің үй. Жүріңіз, қысылмаңыз. Ұлты! Құтты болсын. Ай, қайдасыңдар, үйге қонақ келді. Амансыз, апа. Амансың ба қарағым? Бақытты бол айналайын. Келіңіз төрлетіңіз, апа. Иә. Сәлеметсіз апа, сіз менің апамсыз ба? Иә, апам мінекей. Сіз маған көп ертек оқып бересіз ма? Әрине оқып берем. Әрине, апаң енді саған көп ертегі оқып береді. Апа, шай ішіңіз. Жүр ғой, жүр. Күләш апа Арыстан мен Ұлтуға енді шындықты айтады. Ұлым мен келіннің қарттар үйіне өткізбек болған естіген Арыстан қатты қапаланып, егер қаласаңыз осы үйде тұра беріңіз деп кесіп айтады. Бұл жағдайға жүрегі елжіреген Ұлту да Күләш апаны шын түсініп, өз анасындай мейірлене қарады. Мына жалған дүниеде өз қарабасын күйттеп, материалдық құндылыққа санасы уланған пенделер көп қой. Бірақ жәннаттың кілті ананың табанында жатқан ұмытатыны қалай? Қоянның кішкентай сияқты балалар бар ғой. Мысалы, мынау мінекей не, мынау жолбарыс не. Ол қояндардың баласын қорғау үшін ана қоянның атасы бар ғой. Ал, апа. Ана арқасы. Қалайсыздар? Ой, Біздің сәндер мазаңызды алып берген жоқ па? жоқ, о не дегенің. Қайта осымен ойнап, әбден жақсы болып қалдым өзім. Иә, Санжар тіпті мені ұмытып кетті. Әжесінің қасынан бір елі қалмайды. Онысы рас. Арыстан балам, Ұлту қызым, сендерге деген рахметім шексіз. Адамның ішінде шер, мұң, жақсы адамдармен кездессе, ұмытылады деген рас екен. Мен енді қайтайын қарағым. Я, балам апарам деген жерге өз аяғыммен барайын. Апа, о не дегеніңіз? Арыстан мұңды қарияның шешімін құптамады. Ол өз анасының ерте қайтыс болып, немере сүюге жете алмағанын айтты. Бүгінгі кездесу тағдыр секен түсіндіріп, Күләш апаның осы үйде қалып, өздеріне ана, баласына әже болуын қиылып сұрады. Ертең кімнің тойына барам дедің. Мен сенің барлық киімдеріңді дайындап қойдым. Ертең бірге қызмет жасайтын сыйлағамыздың баласы сүндет көтеріп жатыр, соған барам. Ал білесің ба сен? Менің саған жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Сен әке атанасың. Жақсы болыпты. Ермек, неге мазаң жоқсың? Мүмкін апаңа барып қайтарсың. Онда оның жағдайы жақсы шығар. Әрине жақсы. Кішкене ажырасып жіберемін.
Бүгін Арслан ағаның тойы жақсы. Қалайсыңдар? Ермек? О, Арслан аға, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Жақсымын сен. Қалай, келіп жатырың ба? Иә, міне қонақтар Ел жұрт, көңіл күй қалай? Жақсы бәрі. Өзіңде қалай дайын? Саламатсыздар? Біз де келдік не? Жақсы. Қалай, ел жұрт? Апа? Апам ғой? Сен танисың ба? Арслан аға. Күләш апа, сенің анаң ба не? Менің анам. Сен анаңды қаңғып жүруге қандай аласың сен, а? Кешіріңіз Арслан аға. Арслан аға, ассалаумағалейкум. Ермек, мен сені бұндай жігіт деп ойламаппын мен. Не деген опасызсың, өзінің туған анасына жақсылық жасамаған адам басқа біреуге жақсылық жасайды деп ойламайын ешқашан. Арслан аға. Сөйлеме маған. Көзіңді жоғалт бұл жерде. Кешіріңіз. Жоғал деймін мен саған. Мойныңды бұрап жұлып аламын мен. Әр пендеге жарық дүние сыйлаған қасиетті ананың қадірін білмеу, тозаққа түскенмен бірдей шығар сірә. Қоғамның өзгеруі ме, әлде адамдар тас бауыр болып кетті ме? Мына қоғам сан алуан тағдырды, сан түрлі жат қылықты көрсетіп жатыр. Тіпті етіміз үйреніп, таң қалмауды шығарыппыз. Бұл Алланың сынағы шығар. Өмірде әр тағдырды пенделердің тәубасына келу үшін көрсетеді екен жаратушы. Ойланайық. Ал ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Ай 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан төтеннен еңбегіндей етілген зиярат қылып сыйынсаң кем емес құбылам мекеннен. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамы залым болғаның ұрғаны Құдай жетеңнен. Ай ақ етегің сарылтқан, ерніңе емшек дарытқаны, қарныңа қорет барылтқаны, беліңнен батып бұлғансаң жеркенбей суып арылтқан. Ананың қадірін